Ақиқатты жалғанмен араластырмаңдар, және біле тұра шындықты жасырмаңдар дейді. Алла Тағала қасиет Құранда осы нәрсені баяндап жатыр. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам базарға келеді. Базарға келсе, біреудің сатып тұрған бидайына көз түседі. Әлгі бидай өте керемет болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі жаңа қолын бүйтіп, қапқа бүйтіп салып қараса, асты дымқыл болады. Бейшара құрғап әп-әдемі бидай. Сонда пайғамбарымыз астындағы дымқыл бидайды бетіне шығарып қоймадың ба адамдар көретін дейді. Сонда я Расулалла, жаңа мынау бидай жауын болып, дымқыл болып қалып еді деп ақталады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдайтындар бұл бізден емес деген екен. Міне сондықтан қандай да бір нәрсені сауда